Нәрестенің ит көйлегін қалап алған адамның тілегі орындалады. Ит көйлекті кімге берген дұрыс? Ит көйлек жаңа туған нәрестенің ең алғаш киетін киімі. Оны ертеде әжелеріміз қолдан тігіп, қастерлеп ұстағаны жайында деректер көп. Онымен орындалатын түрлі салт ғұрыптар да бар. Ырымдар да жетерлік. Дегенмен, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген емес пе? Қазір нәрестелерді 40-нан шыққан соң ит көйлегіне тәтті түйіп, иттің мойнына байлап жіберетіндер. Алыс жолға сапарға шыққанда тұмар етіп, қалталарына салып алатындар жоқ шығар. Бірақ мынадай ырымды алғаш естуім. WhatsApp арқылы бірге оқыған топтастарымның ішінен бір қыз кімде нәрестенің 7 жылдан артық сақталған ит көйлегі бар деген қызық сұрақ қойыпты. Қолым тимеді ме? Аса мән бере қойған жоқпын. Бірақ қыздардың арасында ең бірінші болып жастай тұрмысқа шыққан менің өзіме де жеке хабарлама жазыпты. Үлкенің 15-тен асты ғой. Сенде бар шығар деген. Өте бір жақсы жанға керек болып тұр. Нәрестенің ит көйлегі. Бар болса бересің бе? Ырымы екен осындай дегенде басында бір түрлі болып көрінді. Шынымды айтсам, сандық түбінде жатқан 4 баламның ит көйлегін қызғанғандай болдым. Түсінбей қалған шығарсың. Қайынсіңілім 9 жыл болды тұрмысқа шықса да, құрсақ көтере алмай жүр. Бармаған дәрігері, қаралмаған емшісі қалмады. Екеуінің денсаулығында ешқандай кінәрат таппады. Байқұс жылай-жылай өлетін болды. Қайбір жылы әулетіндегі үлкен бір қария нәрестенің 7 жылдан аса сақталған ит көйлегін қалап ал біреуден. Негізі көп адам сақтай бермейді. Ежелден дәстүр бар. Баланы 40-нан шығарған соң, сол 40 күн бойы киген ит көйлегін ырымдап, бала көтермей жүрген әйелге беретін болған. Ниетің таза, тілегің асыл болса, арманың орындалады. Жаратушыдан тіле, ізгі амалды да жасап көр. Сол ит көйлекті құрсағыңа қойып тұрып тілегіңді айт. Иіске, тәнің көйлекке сіңген нәрестенің иісіне балқысын деген екен. Бірақ оған қайынсіңілім онша мән бере қоймапты. Қайбір күні таңнан жылап қоңырау шалып тұр. Сол қарияны түсінде көріпті. Ол кісі қайтыс болып кеткен еді. Менің айтқанымды істемедің ғой, қарағым дегенде шошып ояндым. Тегін емес шығар, аян беріп отырғаны. Содан жабылып нәрестенің көп жыл сақталған ит көйлегін іздеп жатырмыз. Ешкімнен таппадық. Біреулер арымдап тұмар тігіп қойыпты. Енді біреулер әлі 7 жылға толмаған. Біреулер кейінгі балаларына кигізіп тоздырдық дейді. Таныстарымның бәрінен сұрап жатырмын дегенде, оның өзім танымайтын қайынсіңлісіне жаным ашып кетті. Әйел болып өмірге келе тұра, өз құрсағынан шыққан сәбиді аңсағаннан артық азап жоқ шығар. 4 баламның да ит көйлегін сақтап қойғанымды, ең кішкентайымдікінің өзі 4 жылдан асқанын айтқанымда, ол қуанып кетті. Оны сақтағанда дұрыс қой. Бірақ кейін не істейсің оны? Одан да осындай шын ниет еткен жандарға беріп жіберсейші, сауабын аласың деген соң ойланып қалдым. Расында сандықтың түбінде жатыр. Ит көйлектерді не істеу керек екенін маған ешкім айтпапты. Мен де тек ит көйлек қой деп сақтап қойыппын. Анда-санда сандығымды бір ақтарғанда, балаларымның нәресте кезіндегі иісін сағынып, искеп алатыным болмаса, өздеріне көрсетсем күледі де қояды. Расында, қадірін білмейді ғой қазір. Содан ойлана келе ең үлкенімнің ит көйлегін сол келіншекке беретін болып шештім. Көрші қалада тұрады екен. Ертеңіне келіп, көзіне жас ала тұрып алғысын жаудырып, ешқашан аяқ асты етпейтініне сөз беріп алып кетті. Бір сөңке, тәттімен балаларыма сыйлығын көтере келгеніне ыңғайсызданып қалдым. Перзенттеріңіз ұзақ жасап бақытты болсын.
шын ниетімен алыңыз, қолымды қайтармаңыз деп қояр да қоймай, қолыма ұстатып кетті. Мен де көзінен мейірімі төгілген әдемі келіншекке перзент тілеп қала бердім. Бір-екі күн бойы ойымнан кетпей, тілімнің ұшынан Алла, перзент сүйдірші оған деген тілекті айта бердім. Кейіннен тұрмыстың күйбеңімен ұмытып та кеткен екенмін. Арада 6 ай уақыт өткенде бірге оққан құрбым қоңырау шалды. Тұтқаны көтере салысымен қуанышын айтып, алғысын жаудырып жатыр. Қайынсіңлісі құрсақ көтеріпті. Естігенде көзіме жас үйірілгенін өзім де байқамадым. Құдайдың құдіреті шексіз. Ниет тілекпен жасалатын қазақтың ырымдарының астарында бір ғибрат жатыр екен-ау. Тап бір өзім жүкті болғандай, құрсағымды сипай беріппін. Сол қуанышты жаңалықты естіген соң, қалған 3 баламның ит көйлегін кімге сыйласам екен деген ой келді. Ең алдымен, 1-ші қабатта тұратын күйеуімнің жақын араласатын досы, әрі көршіміздің келіншегі есіме түсті. Жалғыз ұлы бар. Ол да студент қазір. Неге екенін белгісіз. Содан кейін қайтып құрсақ көтере алмапты. Өзі онша әңгімеге жоқ. Тұйықтау келіншек еді. Оған қалай айтарымды, неден бастарымды білмей, қанша кездессем де айта алмай жүрдім. Өзі де, күйеуі де біздің балалар десе шығар, жаны бөлек. Өте балажан. Тіпті кейде кішкентайымызды көтеріп алып кетеді де, ойыншық пен тәттілерге тойдырады. Ақыры бір күні қипақтап отырып ойымды жеткіздім. Басында қабағын түйіп, сәл ренжігендей болды ма? Кейін екеуміз де жылап түсіністік. Әйтеуір әлі жас екенін, әлі де сәби сүйе алатынын, тұңғышымның ит көйлегін қалап алған келіншектің сәби сүйгенін айтып бердім. Алды. Осы оқиғаны әулетіміздегі үлкен абысыныма айтып бергенімде, онда ана 2 ит көйлекті маған берші. Ауылдағы келінім, содан әпкемнің қызы да құрсақ көтере алмай жүр деп жата кеп жабысты. Жас болса, перзенттерімнің сәби иісі сіңген ит көйлектерін аяқ асты етіп жүре ме, қадірін білер мекен деген күдігімнің болғаны да рас. Бірақ абысыным өздерін ертіп келетінін айтты. Иә, былайша қарасаң, ол келіншектің құрсақ көтеру мен ит көйлек сәйкестік болуы да мүмкін. Бірақ соны сәйкестендіріп тұрғанда, жаратушының құдіреті екендігінде күмән жоқ шығар. Әлбетте ұрпақ жалғастырғысы келген, бар жан тәнімен тілеген келіншектің де тілегі қабыл болған шығар. Ал оған сенім ұялатып, ізгі амал мен салт дәстүр, ғұрып жоралғы қалыптастырған ата бабамыздың да көрегендігінде шек жоқ.